Misali bizga o'tgan sabaqda qanday taqribga tanishdik, unga qanday taqsimlar berildi? Kristal turli. Kassetler. Mana bu kristal turli. Ikki taqsimlar taqribda o'qib tanishib bo'ldi. Hozir men sizga ikki taqsimlarni bitiruv maqsadida bir necha so'rovlar qo'yadi bo'laman. Bu yoshlar bo'lganiga shu so'rovlarga javob berib, ikki taqsimlarni bekitamiz. Kim so'rovga javob berib, to'liq javob beramiz. Asma? Molekullar qurilishi bo'yicha qattiq zatlar neshaga bo'linadi? Kim biladi? Sonradan zatlar suda erishtirishga байланысты uchga bo'linadi. Жақсы еритін, аз еритін және ерімейтін заттар болып. Жақсы еритінге 100 грамм суда 1 грамм зат ерітсе ол жақсы ерит. Бөлме температурасында 100 грамм суда 1 граммнан аз ерітсе ол қандай? Аз еритін болады. Ал 100 грамм суда 0,1 граммға да еритін болса, ол ерімейтін заттарға жатады. Соған байланысты бізде мындай ерігіштік кестесі бар. Ол сіздердің кітаптарыңызда ең соңғы бетінде тұр, иә? Міне қараңыздар. Енді біз қазір 5% ерітінді дайындаймыз. Тәжірибеміз бастамас бұрын біз бірінші қауіпсіз ережесін сақтауымыз керек. Бұған бізге халат керек. Қазір бізге ескендір 5%-дық ерітінді жасап көрсететін болады. Біріншіден 5 грамм тас аламыз, және оның кеңесінің үшін 5 грамм қант алуымыз керек. Көрініп тұр ма барлығыңызға? Енді не істейміз ары қарай? 100 грамм су құйып аламыз. Бұл 25 миллилитрлік цилиндрден 4 рет құямыз, иә? Қарамыз, балдар көрініп жатыр ма? 100 грамм су құйылғаннан кейін 5 грамм қантты алып, оған Саламыз, араластырамыз қасықпен. Біз нәтижесінде не дайындадық? 5%-дық ерітінді дайындады. Қалыптастырушы бағалау ретінде тарату жұмыстарын таратам. Әркім жеке өзіміз орындаймыз. Қазір болғаннан кейін аты жөн қасыңыз жазып жинап бересіз, жақсы ма? Екі жұлдыз бір тілек әдісі арқылы бүгін сабақтан білген екі затыңызды жазасыз, арнайы таратылған стикерлерге, және бір тілек түсінбеген затыңызды немесе